Сәлеметсіздер ме, қадірменді болашақ педагогтер. Сіздердің назарларыңызға педагогика пәнінен ғылыми дүниетаным оқушының интеллектуалды дамуының негізгі атты тақырыпты ұсынамын. Қарастырылатын мәселелер: оқушылардың дүниетанымының мәні, қызметтері, дүниетанымның құрылымы мен түрлері, жеке тұлғаның құндылық бағдары, оның интеллектуалды дамуы, оқушылар дүниетанымының қалыптасуының көрсеткіші. Ұсынылатын әдебиеттер: негізгі әдебиеттер Бұзаубақова, педагогика оқулығы, Тараз 2019, Таубаева, Иманбаева, Берікқанова, педагогика оқулығы, Алматы 2017 жыл, интернет-ресурстар, нормативті, заңнамалық құжаттар. Оқушылардың дүниетанымының мәні мен қызметтері, дүниетанымның құрылымы мен түрлерін ашып көрсетеміз. Баланың ғылыми дүниетанымына табиғат және қоғам, елдегі әлеуметтік экономикалық жағдайлар, қоғамдық саяси қатынастар әсер етеді. Ғылыми сенімдер, ғылыми философиялық білімдерді, қазіргі ғылыми жетістіктерін оқып үйрену, дүниені танудың ғылыми әдістерін қолдану арқылы қалыптасады. Ғылыми дүниетаным дегеніміз не? Ғылыми дүниетаным қоғамдық сананың ең жоғарғы түрі. Ол арқылы баланың өмірдегі жақсы мен жаманға көзқарасы қалыптасып, бағыт бағдары айқындалады. Ғылыми дүниетаным тек қана білімдер арқылы ғана емес, сонымен қатар дәйекті дәлелдерді, аз жалған көзқарастарды жеңу нәтижесімен қалыптасады. Дүниетанымды қалыптастыратындар: тәжірибені теориялық тұрғыдан қорыта білу, сезімнің ақыл-ойға әсері, саналы, алдына қойған мақсаты бар, ерік жігер. Бұлар баланың көзқарастары мен сенімдерін қалыптастырады. Дүниетанымның маңызды қызметтерін атап өтеміз. Атқарушылық қызмет, тәрбиелік қызмет, ұйымдастырушылық қызмет, прогностикалық қызмет. Дүниетанымның ағартушылық қызметі арқылы балаға табиғат пен қоғам туралы ғылыми білімдер беріп, оны жалған көзқарастардан арылтады. Дүниетанымның тәрбиелік қызмет атқарады. Бала өзі келісетін көзқарастары арқылы адамгершілігін, ерік жігерін, эстетикалық сезімдерін шыңдайды. Мұғалімдер оқушыларды адалдыққа сендіріп, олардың адал жүруіне керекті батылдылықты, табандылықты, ізгілікті, жауапкершіліктерді тәрбиелеуі керек. Дүниетанымның ұйымдастырушылық қызметі. Дүниетаным ұйымдастырушылық қызмет атқарады. Бала өзінің дүниетанымына сүйеніп, тәжірибеде түрлі іс-әрекет жасайды. Прогностикалық қызмет арқылы бала қоғамның даму заңдарын қолданып, оған ғылыми, теориялық, тәжірибелік тұрғыдан баға беріп, бүгіні мен болашақты жасау арқылы өз ұсыныстарын ортаға салады. Дүниетанымның құрылымы: білім, көзқарастар, сенім, идеалдар, өмірлік ұстаным. Тұлғаның іс-әрекеті оның дүниетанымынан көрініс табады. Дүниеге көзқарас қоғамдық сана мен тұлға санасына ең жоғарғы деңгейі. Дүниеге көзқарас ұғымы бір тұтас дүниені жалпылама ұғынумен ғана шектеліп қалмайды. Сонымен бірге, осы бір тұтас дүниемен қарым-қатынас жасаудың жалпы өлшемдерін, басқаша айтқанда, дүниеге белгілі бір қарым-қатынас өлшемдерін белгілеп міндеттейді. Көзқарас. Көзқарастар адамның идеясы, білім, теориялық тұжырымдар мен болжамдар ретінде қабылдануы. Әрбір адамның дүниетанымдық көзқарастары ұзақ та күрделі интеллектуалдық қызмет іс-әрекет нәтижесінде қалыптасады. Сенім көзқарастардың сапа жағынан мейлінше жоғарғы күйі. Сенім білім сияқты объективті шындықты субъективтің көрінісі, адамдардың ұжымның жеке тәжірибесінің меңгеруінің нәтижесі. Сенімнің үйлесімді қасиеті деп есептелінеді. Сенімді өмірде басшылыққа алу, таным қуанышы мен ақиқат шындығының, сұлулыққа эстетикалық сүйсіну және оған берілгендік,
әлеуметтік оптимизм мен мақсаттылық сияқты интеллектуалды сезімдермен тығыз байланысты болады. Қажымас ерік жігер дүние танымның маңызды элементі деп есептелінеді. Сенім адамды іс-әрекетке итермелейді. Дүние танымның түрлерін ашып көрсетеміз. Жеке тұлғаның құндылық бағдары, оның интеллектуалдық дамуы оқушылар дүние танымның қалыптасуының көрсеткіші ретінде қарастырылады. Мектептегі тәрбие жұмыстарының негізгі бағыты тәрбиеленушілердің танымдық белсенділігін дамыту, сол арқылы өмірдің маңызды жақтарына қатынасын қалыптастыру. Адамның табиғатпен өзара үйлесімді қарым-қатынас ортасы, қоғамдық қатынастар аясы, адамгершілік, құқықтық, экономикалық, өндірістік және тағы да басқа әлеуметтік ортасы. Психологиялық орта. Жеке тұлғаның саналығы, өзін-өзі дұрыс басқара білуі, ойлаудың интуициялық тетіктері, табиғи болмысы, дарыны және тағы да басқа қасиеттері. Жеке тұлғаның дүние танымын қалыптастыру бойынша тәрбие жұмыстарының бағыттарын ашып көрсетеміз. Тәрбиеленушінің танымдық белсенділігін дамыту. Тәрбиеленушінің қоршаған ортаға ізгілікті қатынасын туғыза отырып, оны адамгершілік негізінде тәрбиелеу. Тәрбиеленушінің өзін-өзі жетілдіруіндегі ішкі қажеттіліктерін оятуға түрткі туғызу. Тәрбиеленушінің танымдық белсенділігін сабақтан тыс уақыттағы іс-әрекеттерін күшейту арқылы дамыту жолдарын қарастырамыз. Оқытудың сабақтан тыс формалар арқылы, яғни пән апталықтары, байқаулар, пән сайыстары, олимпиадалар, турнирлер, интеллектуалды жарыстар. Пәндердің клубтық және үйірмелік қызметтері, театр клубы, дискуссия клубы, музыка студиясы, пән үйірмелері және тағы басқалар. Музей, театр, кино үйлері, кітапханаларға жүйелі түрде баруы. Тәрбиеленушінің ұжымдық іс-әрекеттік түрлерін қарастырамыз. Сынып-ішілік тәрбие жұмыстары, яғни ұжым-ішілік. Сыныптан тыс уақыттағы тәрбие жұмыстары, ұжымнан тыс тәрбие жұмыстары. Негізінен тұрақты, қызығушылық аясы бірдей тәрбиеленушілер тобын қалыптастыратын клубтық үйірмелік жұмыстар. Оқытудың сабақтан тыс шығармашылық формаларын, пән апталықтары, олимпиадалар, викториналар, көңілділер және тапқырлар клубы және тағы да басқа тәрбиелік іс-шараларды қамтитын сынып аралық тәрбие жұмыстары. Оқушылардың дүние танымын қалыптастыру құралдары. Оқыту мен тәрбиенің мазмұны, формасы, әдістері, пәнаралық байланыс, оқушыларды әр алуан іс-әрекет түрлерін қатыстыру, отбасы мен мектептің өзара әрекеттестігі, тұтас педагогикалық процесті жобалау. Оқушылардың дүние танымын қалыптастыру оқу тәрбие жұмыстары барысында қалыптасады. Мектеп жасындағы тәрбиеленушілерге тәрбие беру жүйесі мектеп, отбасы, әлеуметтік ортаның ынтымақтастығы негізінде құрылады. 20 ғасырдың 70 жылдарында жалпы орта білім беретін мектептердің тәрбие жұмысының тиімділігін арттыруда Королев, Поташник еңбектерінің маңызы зор болды. Жүйелік әдіс арқылы тәрбие жұмысының түрлі деңгейде жобалау, құрастыру, жетілдіру және қайта құру мәселелерін Новикова зерттеді. Жалпы орта білім беретін мектептің оқушылардың дүние танымын қалыптастырудың тәрбиелік жүйесін ашып көрсетеміз. Педагог мамандармен үйлесімділік. Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстардың инновациялық мазмұндылығы. Қоғамдық ұйым, бірлестіктер жүйесі. Ынтымақтастықта жұмыс жасайтын мекемелер. Сыртқы ықпал ететін орталармен тығыз ынтымақтастық байланыс жасау. Тәрбие жүйесін үйлесімді басқару. Оқушылардың дүние танымын қалыптастыратын тәлім-тәрбиелік жұмыстардың төмендегідей бағыттарын атап өтеміз. Ата-аналармен жұмыс. Тәлім-тәрбие сағаттары.
қоғамдық қауымдастық жұмыстары, сыныптан тыс тәрбие жұмыстары, оқыту процесіндегі тәрбие жұмыстары және мектептен тыс жүргізілетін тәрбиелік жұмыстар. Жеке тұлғаның бойында ғылыми дүниетанымды қалыптастыру бірнеше кезеңдер арқылы жүргізіледі. Ғылыми дүниетанымның сапалық белгілерін атап өтеміз. Адамгершілік сезім, ерік-жігер, сындарлы ойлау және адамгершілік сана. Адамгершілік сезім, тұрақты сезімталдық, адамгершілік қатынастарды бастан өткізуі. Адамгершілік сана, моральдық принциптер, әлеуметтік ортада өзінің адамгершілік нормасын сезінуі. Сындарлы ойлау, адамгершілік принциптерді тұрақты жинақтау, оймен қорыту, жағдаяттарды білу, оларға талдау жасау, баға беру, шешім қабылдау, жауапты тыңдай білу және оны жүзеге асыра алуы. Тұрақты ерік-жігер, өзінің адамгершілік сенімін жүзеге асырудағы адамгершілік сезімі мен саналы шешімнің бірлігі. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.